Сабақтың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері. Сабақтың мақсаттары: АБ тең 10А қосылған Б, АБЦ тең 100А қосылған 10Б қосылған С сандармен байланысты жазуларын есептер шығару үшін қолдану. Сызықтық теңдеулер жүйелерін құру арқылы мәтінді есептерді шығару. Математикада екі таңбалы сандардың жазылуы. АБ тең 10А қосылған Б. Мұндағы А ондық сан, Б бірлік сан. Математикада үш таңбалы сандардың жазылуы. АБЦ тең 100А қосылған 10Б қосылған С. Мұндағы А жүздік сан, Б ондық сан, С бірлік сан. Бірінші есеп. АБЦ, БАЦ, СБЦА сандары берілген. Берілген сандардың қосындысын әріпті өрнек түрінде жазыңыз. Әр санды көпмүше түрінде жазайық. АБЦ тең 100А қосылған 10Б қосылған С. БАЦ тең 100Б қосылған 10А қосылған С. СБЦА тең 1000С қосылған 100Б қосылған 10С қосылған А. Сандардың қосындысын жазайық. Әріпті өрнекті ықшамдайық. Ұқсас мүшелерді ықшамдасақ, 1012С қосылған 210Б қосылған 111А шығады. А тең 2, Б тең 3, С тең 5 болғандағы өрнектің мәнін табыңыз. Онда 1012 көбейту 5 қосылған 210 көбейту 3 қосылған 111 көбейтілген 2-нің мәнін есептеңіз. Дұрыс. 5912 шығады. Жауабын жазыңыз. Екінші есеп. Самира паролін ұмытып қалды, бірақ оны қалай құрастырғаны есінде. Бірдей цифрлардан құралған екі таңбалы сан жазды. Үлкен разрядқа екі бірлікті қосып, ал кіші разрядтан бір бірлікті азайтты. Берілген сан мен жаңа санның қосындысы 85-ке тең. Самираға парольді қалпына келтіруге көмектесіңіз. Бірдей цифрлардан тұратын екі таңбалы санды жазайық. Берілген санды көпмүше түрінде жазайық. Есептің шарты бойынша әріпті өрнек жазайық. Теңдеу құрастырып, оны шығарайық. Яғни 11А қосылған 11А қосылған 19 тең 85-ке. Осыдан 22А тең болады 66-ға. Аның мәнін есептесек, А тең 3-ке. Жауабын жазайық. Пароль 33-ке тең. Үшінші есеп. Олжас шабадан құлпы кодының бір цифрын ұмытып қалды. Оның есінде қалған сан 64x12x. Бұл 6 таңбалы сан 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Шабадан кодын қалпына келтіріңіз. Егер берілген санның цифрларының қосындысы 9-ға қалдықсыз бөлінсе, онда сан 9-ға бөлінеді. Берілген санның цифрларының қосындысын табайық. Ол 13 қосылған 2x'ке тең. X 0-ден 9-ға дейінгі кез келген цифра. Онда X 0-ден үлкен немесе тең, 9-дан кіші немесе тең. Онда 2x 0-ден үлкен немесе тең, 18-ден кіші немесе тең. Онда 2x қосылған 13, кіші немесе тең 31-ден, үлкен немесе тең 13-ден. Яғни 13 пен 31 сандарының арасында 9-ға қалдықсыз бөлінетін екі санды тексерейік. 18 санын тексерейік. X-тің мәні 2,5-ке тең. Яғни 2,5 біздің жауабымыз бола алмайды, өйткені ол цифра емес. 27 санын тексерейік. X-тің мәні 7-ге тең. Шабадан кодын жазайық. 6, 4, 7, 1, 2, 7. Жауабын жазыңыз. Төртінші есептің шартын мұқият оқып шығыңыз. Екі таңбалы санды көпмүше түрінде жазыңыз. Есеп шарты бойынша теңдеу құрастырып, оны шығарыңыз. Яғни 9-а тең болады. Б көбейтілген B-1-ге. Екі көбейтінді өзара тең болғандықтан көбейткіштерді теңестіреміз. 10 цифр емес,
Сондықтан бұл нұсқа есеп шартына сәйкес емес. Яғни АБ тең 89-ға. Есептің шартын тексерейік. А қосылған Б квадрат тең 8 қосылған 9-дың квадратына. Ол тең 89-ға. Жауабын жазайық. Атасы 89 жаста. Мәтін есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін құру арқылы шығару үшін белгісіз шамаларды айнымалылар арқылы белгілеңіз. Есеп шартына байланысты бір теңдеу құрыңыз. Есептің басқа бір шартын қолданып, екінші теңдеу құрыңыз. Теңдеулерді бір жүйеге біріктіріңіз. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Айнымалылардың табылған мәндерін қолданып, есептің шешімін табыңыз. Жауабын жазыңыз. Бесінші есеп. Егер екі еселенген бірінші сан мен үш еселенген екінші санның қосындысы 23-ке тең, ал 4 еселенген екінші сан 3 еселенген бірінші саннан 8-ге артық болса, онда осы сандарды табыңыз. Бірінші санды x деп, екінші санды y деп белгілейік. Есеп шарты қолданып, бірінші теңдеуді құрайық. 2x қосылған 3y тең 23-ке. Есеп шартын қолданып, екінші теңдеуді құрайық. 4y азайтылған 3x тең 8-ге. Теңдеулерді жүйеге біріктірейік. Және оны қосу тәсілімен шығарайық. Ол үшін бірінші теңдеуді 3-ке, екінші теңдеуді 2-ге көбейтеміз. Өзара қосамыз. 17y тең 85-ке. Осыдан y тең болады 5-ке. X айнымалысының мәнін табамыз. Яғни x тең 4 болады. Жауабын жазыңыз. Алтыншы есеп. Егер тік төртбұрыштың енін 10%-ға, ал ұзындығын 20%-ға арттырса, онда оның периметрі 16 см-ге ұзарады. Егер тік төртбұрыштың енін 20%-ға, ал ұзындығын 10%-ға кемітсе, онда оның периметрі 14 см-ге кемейді. Берілген тік төртбұрыштың ені мен ұзындығы неге тең? Тік төртбұрыштың ұзындығын А деп, енін Б деп белгілейік. Онда тік төртбұрыштың периметрі 2 көбейтілген А қосылған Б-ға тең. Есептің шарты бойынша өрнектер құрастырайық. Енін 10%-ға ұзартсақ, ені 1,1 Б-ға тең болады. Ұзындығын 20%-ға ұзартсақ, онда ұзындығы 1,2 А-ға тең болады. Периметрі 16 см-ге ұзарады. Яғни периметрі 2 көбейту А қосылған Б қосылған 16-ға тең болады. Енін 20%-ға қысқартсақ, ені 0,8 Б-ға тең болады. Ұзындығын 10%-ға қысқартсақ, ұзындығы 0,9 А-ға, ал периметрін 14 см-ге қысқартсақ, периметрі 2 көбейтілген А қосылған Б азайтылған 14-ке тең болады. Есеп шарты бойынша теңдеулер жүйесін құрайық. Теңдеулер жүйесін шығару үшін әр жағын 2-ге бөлейік. Ұқсас мүшелерді ықшамдап, екінші теңдеуді 2-ге көбейтейік. Қосу тәсілін қолданып, Б-ның мәнін табыңыз. Дұрыс, Б-ның мәні 20 см-ге тең. А-ның мәнін табайық. А тең 30 см-ге. Жауабын жазайық. Тік төртбұрыштың ұзындығы 30 см, ені 20 см. Есте сақтаңыз. АБ тең 10А қосылған Б, АБЦ тең 100А қосылған 10Б қосылған С жазулары сандармен және цифрлармен берілген есептерді шығаруда қолданылады. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелерін шешу үшін есеп шарты бойынша 2 теңдеу құрастырыңыз. Теңдеулерді бір жүйеге біріктіріңіз. Теңдеулер жүйелерін шешу үшін қосу тәсілін немесе алмастыру тәсілін қолданыңыз.